Барлықтарына сәлем достар, болған мен Нәкөш. Қалайсыңдар достар, амансыңдар ма, жақсыңдар ма? Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен дейтін Майнкрафттан топ-3 машина модты көрсететін боламын. Ал сіздерден жай ғана бұл видеоға деген лайктарыңды және менің арнама тіркелулеріңізді сұраймыз. Ал біз видеоға қарай кеттік. Біздің бірінші машина модымыз бұл Corvette деп аталады. Бұл өте керемет машина мод, ссылкасы әрине описанияда. Жылдамдығы да өте керемет. Қазір өзіңіз қарайсыздар, 2023 жыл шыққан. Біз осы ең басындағы осы инвентарымызға сыйғанша дейін осыны алып алайық. Қалғанын өздеріңіз обзор жасайтын шығарсыздар. Осы өте керемет. Бұл сіздерге ұнайды деген ойдамын. Аппақ түрі де бар, өте керемет. Вау, просто өте керемет. Және бұл дейтін капоты артында бұл. Үшін болған секілді қазір мыналарды лақтырып тастаймыз. Ары қарай өздеріңіз обзор жасап көріп аларсыздар. Бұл машиналар өте керемет. Мысалға, маған қай машина ұнап тұр? Біріншіден сары да өте жақсы екен. Есігі ашылады және жауып тастауға болады, және артындағы міне өте керемет. Капотын ашып тастауға болады. Бұл өте керемет мод. Әрине жүктеп алсаңыздар болады. Осындай. Şimdi айдап көреміз. Енді салоны енді нашар екен. Салоны маған ұнаған жоқ. Біртүрлі екен, бірақ сырты жақсы екен. Базар жоқ, рөлде өте керемет. Ал енді біз екінші машина модымызға қарай кеттік. Ал біздің екінші машина модымыз бұл 70 пулемет супер құралы деп аталатын мод. Осындай ақ түрде бар, жасыл түрде бар, және осындай, что-то таныс қой, сұр түрде бар. Достар, мына машина сіздерге таныс па? Что-то бұл баласы кезімізде көрген бір тачки модқа ұқсайды екен да, бір тачкидегі біреу. Көк бар ғой, соған ұқсайды, что-то бар ғой. Қалай ойлайсыздар, комментария жазып кеттіңіздер. Өте керемет. Ал енді бұны мен дейтін сіздерге айдап көрсетейін. Ашамын. Жабады. Басқа ештеңе істемейді екен. Мына багаж или капоты ашылмайды екен. Жақсы, бұл өте жақсы. Өйтіп ашып отырамыз. Ой. Все. Өте керемет. Все, айдап көреміз. Вау, газ. Газы деп басылады екен. Көріп тұрсыздар ма? Газы деп басылады екен. Анимация және рөлде бұрылады. Өте керемет. Жылдамдығы да сөз жоқ. Өте керемет екен. Айдап көрейік. Вау, просто өте керемет мод, маған ұнады. Ал енді біз арғарата үшінші машина модымызға қарай кеттік. Ал біздің үшінші модымыз, бұл үшінші машина мод, бұл Toyota Crown 8 мод. Бұл өте керемет машина. Бұны ютубер жасап шығарған. Көреміз, осындай кілтті аламыз және осындай машинаны аламыз. Мына жерде басқа жоқ. Бұл машинаны бір осындай цветтерге бояйды екен да. Жақсы, қазір көреміз. Өте керемет осындай машина мод. Кілтін ашамыз. Жабуға болады есігін, өте керемет. Біз оған отырып қараймыз. Есігін жабамыз. Және қыздырамыз. Өте керемет. Және өшіріп тастаймыз. Все, жүрінбейді, болды. Енді кері қыздырамыз. Все, өте керемет. Жүріп бара жатыр. Өте бір қатты да жүрмейді, бір жайды жүрмейді. Орташа нормально кәдімгі жүреді екен. Өте керемет. Маған ұнап жатыр. Бұны енді бір цветтерге бояуға болады екен да. Және оны да сіздерге көрсетейін. Салоны да өте керемет бұл машинаның. Жүктеп алсаңыздар болады. Үшеуінің де модтары описанияда болады. Біз өшіріп тастаймыз.
Все, қазір енді есігін жабамыз. Бұны біз бірінші мынау сары цветке бояп көрейік. Так, опа, өте керемет мод. То есть цвет. Так, опа. Жаман емес, және осындай. Бұл жақсы мод. Енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Ұнаса лайк басуға жазылыңдар. Сіздермен болған мен Акош. Давайте, достар.